Саламатсыздар ма менің YouTube көрермендерім? 29 қыркүйек 5 қазан аралығы қандай болмақ байқап көрейік. Апта бастала салысыменен Сатурн мен Айдың аспектісі бар. Бұл не? Барлық нәрсені ретке келтіру, шыдамдылық. Мүмкін үйіміздің бір жөндеу жұмысы, тастайтын тастау, өртейтінді өртеу, бір контроль, бақылауда ұстау, бір құжаттар тапсыру, денсаулығыңызбен бір айналысу, емханаларға көріну. Әйтеуір бір шыдамдылық, бір ұқыптылық, мойнымызға бір жауапкершілікті арту аспектісі бар. Бұл мүмкін тіпті бір қарт адамдарға көмек беру, ауырып жатқан адамдарға бір жәрдем беру, немесе бір мойнымызға жауапкершілікті арту, мүмкін балаларымыздың бір денсаулығы, мүмкін мектеп, бір осындай оқиғалармен де айналысуымыз мүмкін. Әрі осы күні 29-на дүйсенбі күні түске дейін біздің айымыз мерген белгісінде болады, от белгісінде. Жанымыз мергені қалайды, оптимистік өмірге деген құштарлық сезім көзқараста боламыз. Бұл тек мергенге қатысты емес, барлық жалпыға қатысты. Бірақ бәрібір от белгілері сіздерге жағымды әсер етеді. Бұл арыстандар, мергендер және тоқтылар. Әрі түстен соң біздің айымыз енді орнын ауыстырады, 2,5 күнге тау ешкі белгісіне өтеді, мерген белгісінен кейін. Бірден енді 3 күн бойы нағыз бір іскерлікпен айналысуға, маған не пайдасы бар дегене, соны ойлануға, құжат тапсыруға, сот істеріне, кредит, ипотека, жер, үй, емделу өте жағымды уақыт. Әрі осы бүкіл апта бұрынғының ғаламшарының біздің Венера ғаламшарымен бірігу аспектісі бар. Бұл не? Біздің бір хотелкаларымыз, біздің бір жақсы көретін нәрсеміз, бізге ұнайтын нәрсе, бізге бір қуаныш алып келетін. Ол махаббат болуы мүмкін, қасымыздағы сүйген адамымыз болуы мүмкін, қыз жігітіміз болуы, күйеуіміз болуы, әйеліміз болуы. Немесе бұл бір әсемдік, сұлулық, немесе ақша, пайда, немесе денсаулығымыз, көңіл күйіміз. Осыған қатысты бұрынғының аспектісі бар. Бұл не? Кармалық. Кармалық біздің бір оқиғалар келеді деген сөз өмірімізге. Кармалық осы уақытқа дейін адамдармен бір байланыста бір тәуелді махаббат болуы мүмкін, мүмкін қайтармай жүрген қаражат ақша болуы мүмкін, мүмкін бір сата алмай жүрген затымыз болуы мүмкін. Әйтеуір ақша, махаббат, денсаулық, осыған қатысты оқиғалар келеді біздің өмірімізге. Бұрынғы сыныптастар, бұрынғы группаластар, мүмкін бұрынғы махаббаттар. Әйтеуір бірақ бір күнде болмаған, осы уақытқа дейін біздің өмірімізде болған адамдар, оқиғалар, кармалық міндетті түрде өмірімізге келу керек деген. Сол жерде біз тазаруымыз керек, шыңдалуымыз керек, мүмкін бір қиыншылықтан өтуіміз керек, мүмкін бір айтуымыз керек, жасауымыз керек деген нәрсе. Сондықтан осы уақытта егер бір адамдармен бір қарым-қатынасымыз бұзылса, ол орнына келмейді. Мүмкін ол біздің өмірімізден шынында кету керек шығар, уақыты жеткен шығар деген сөз. Себебі сол арқылы біз тазарамыз. Сол арқылы бір қиыншылық арқылы біз өсеміз, шыңдаламыз. Бірақ біздің көзіміз жұмулы секілді ғой. Біздің рухымыз сол арқылы бір тазару керек, өсу керек, келесі бір этаптарға өту керек деген сөз. Сондықтан да бұл тек қана жаманшылық келеді деген нәрсе емес. Осы аралықта біз бір ескі бір затымызды сатсақ жақсы. Осы аралықта ескі бір сарайымызды тазалап, қоқыстарды шығарсақ жақсы. Немесе осы уақытта бір өзіміздің бір көзіміз ашылуы, бір тоқтам шешімге келуіміз мүмкін. Ақшада, махаббатта, денсаулығымызда. Әрі бұл бір ескі затымызды тауып алуымыз мүмкін, бір жоғалған. Бұрыннан берілмей келатқан бір қарызымыз қайтарылуы мүмкін осы аралықта. Қарыздарыңыз болса, қайтарғандарыңыз өте жақсы осы уақыттарда, осы аптада. Бұл аспекті кеше ғана 21 қыркүйектен басталған 6 октябрьге дейін созылады. Себебі күн мен ай тұтылуынан өттік бізде, енді соның бір оқиғалар келеді бізге 6 октябрьге дейін. Және осы уақытқа дейін де келіп жатыр 21-нен бастап. Бұл деген енді бір өміріңізге бір танысулар, бір адамдар келуі мүмкін. Бірақ егер сондай оқиғалар келсе, адамдар келсе, мүмкін бір танысулар болса, ол кармалық. Сол адамдар бір келу керек. Мүмкін солармен бір тәуелділік
құштарлық махаббаттарды өткерген шығарсыздар, бұрын осы уақытқа дейін. Соның бір төгілетін уақытысы, бір тоқтамға, бір шешімге келесіздер. Сіздің өміріңізден кететін болады. Мүмкін сіз бір жұмыстан шығасыз, сөйтіп басқа жұмыс табасыз деген секілді. Мүмкін бір сізді әбден жаңағы эмоционалды бір жүйке жүйесі арқылы тоздырған бір тәуелділікте бірде былай бірде болған, бірде бір керемет құштарлықты өткеріп, бірде бір жақсы қарым-қатынас, бірде нашар қарым-қатынаста болған достар болуы мүмкін, махаббаттар болуы мүмкін, солардан бір байланысты үзесіздер. Бұл кармалық деген сөз. Бұл енді кету керек өміріңізден, уақыты жетті деген сөз. Немесе бұндай аралықта бұрынғы бір адамдарыңыз хабарласады, звоноктар келеді, өміріңізге оралуы мүмкін, солармен бір қайта қарайсыздар. Сондықтан бұл өздеріңіздің өмірлеріңізге бір жоғарыдан қараңыздар, қандай оқиға келіп жатыр. Кешегі аптада және осы аптада соған кіреді. Және келесі аптада кіреді. Осы себебі бір ай бойы сол күнмен ай тұтылудың бір нәтижелері келу керек біздің өмірімізге. Бір аяқталу болу керек, және жаңа басталу болу керек. Немесе келесі этаптарға бір өту, бір шешімдер қабылдау. Міне, жүрдік, енді үйленуіміз керек, екі жаққа кетуіміз керек. Жаңа тұрмысқа шығуымыз керек, шешім қабылдауымыз керек, немесе бас тартуымыз керек деген секілді. Немесе бір жұмыстан ұнамайтын шығуымыз керек, немесе сол жерде қалуымыз керек. Егер қалсақ, енді ол тағы да 9 жылға созылады деген сөз. Осыны кез келген өзіңіздің оқиғаларыңызға қойып көрсеңіз болады. Денсаулығыңызға да. Неге? Себебі мен бұл жерде жалпы айтамын ғой, жеке прогноз, ол профильде және төменде WhatsApp нөмір көрсетілген, сонда хабарласасыздар, дәл осылай видеомен аласыздар. Жүріп өтетін өмірлік жолдарыңызға, кармаларыңызға, қыз, жігіт, әйел, күйеу, сәйкестіктеріңіз, қандай адам бұл, үйленейін деп жатқан адамыңыз, тұрмысқа шығайын деп жатқан адамыңыз, немесе танысқан адамыңыз, соны анықтауға, немесе қасыңыздағы адамыңыз, немесе балаларыңыздың бір өмір жолына, таңдайтын мамандығына, кармасына, соны да көруге болады. Және 1 жылдық. Енді осы бұрынғының ғаламшары мен болашақтың ғаламшары. Екі аспекті бар. Бұл тіпті осы 30-ы сейсенбі 30-шы қыркүйектен басталады, байқай бастайсыздар, және нақты нүктелері мына 3-і, 4-і, 5-іне тура келеді. Қазан, аптаның соңына таман. Және бұл аптада тағы да Венера өте бір суыққанды ойлау, логика, бір пайданы ойлау. Денсаулығымызда да бір пайданы ойлану, пайдалы бір ас ішу, пайдалы бір ем, немесе бір құжаттарда бір пайдамызды ойлану, немесе бір көп есеп қисап, мүмкін бір ақын жазушылық, мидың бір сараптауы, анализ, сол арқылы бір күшімізді салу, сол арқылы бір пайда, немесе бір стресске түсу, уақытымызды беру, күшімізді, энергиямызды, мүмкін көз жасымызды беру, көп шаршау аспектісі әлі жалғасады. Кешегі апта бұл да 22-сінен басталған. Егерде кешегі аптада бір шаршаған болсаңыздар, көп күш салсаңыздар, стресске түссеңіздер, мүмкін бір ақша, үйіңізге үлкен бір сатып алу, бір үлкен арманыңыз орындалу болған шығар. Міне сол аспекті де әлі жалғасады. Әрі 21-нен бастап біз барлық нәрседе суыққандылық бізде жоғары қазір. Маған не пайдасы бар деп ойланамыз. Бұл жалпы барлығымызда. Сондықтан да аптаның соңына таман енді бір сезімталдылық бізде көбейеді. Қатты логика емес, енді бір мына адамдар мені сыйлай ма, мына адамдардың маған шын пейілі қандай, мына адам мені шынымен сүйе ме, мен қадірлімін бе деген секілді бір өзімізге көп сұрақтар қою, бір сезімталдылық көбейеді. Мына сәрсенбіден жексенбіге дейін. Ал бұған дейін дүйсенбіден сәрсенбіге дейін нағыз бір пайдаларды ғана ойланды, суыққандылық жоғары болады. Сондықтан бір ақшалар, немесе бір қолы бір нәрсеге жеткізу, бір құжат жасау, бір сондай уақыт.
тастайтын нәрселерді тастау, реттеу, нағыз бір жемістерді көру уақытымыз. Әрі қазір транзитті күн таразы белгісінде. Транзитті күн деген не? Қазір таразы белгісінің туылған күндері өтіп жатыр ғой. Туылған күндеріңізбен таразы белгісінде күн болған кезде бүкіл жер бетіндегі адамдар біз общениені жанымыз қалайды. Қасымыздағы бір неке, жар, қыз жігіт, бір ұсыныстар, бірге көп сөйлесулер, немесе күйеу әйел қарым-қатынастары бірге жетістіктерге жету, бірге бір әдемі сезімдерді өткеру, бір көп сөйлесу жағымды әсер ететін болады. Және сонымен қатар бір достар, кездесу, әрі қатты бір конфликтіні қаламаймыз. Себебі таразы белгісінде күн тұр. Бәрібір бізді бір ұстап тұрады, бір дипломатиялық, бір гармония, бір үндестікте болғымыз келеді, бәрібір. Мына келесі апта 6-сына ай толу болады, 6 қазанда. Келесі аптада айтам мен оны. Сондықтан бұл апта мына дүйсенбі күні және сәрсенбіге дейін бір ұқыптылық, тазалық, реттеу барлығына бір сондай кезең болады бүкіл өмірімізді. Одан соң общение жанымыз қалайды 3 күн бойы. Мына 2-сі, 3-і қазанның. Одан соң 4-і, 5-і, сенбі, жексенбі нағыз су белгісіне айымыз өтеді. Балықтар белгісінде болады, сезімталдық өте жоғары болады. Саршаяндар, балықтар, шаяндар, сіздерге өте қолайлы уақыт туындайды. Сезімталдылық, жылулық энергиясы, жанымыз мүмкін бір оқшаулықты қалайды, ең жақын адамдармен бір уақытымды өткізгім келеді дегендей, мүмкін бір денсаулықпен айналысамыз, мүмкін бір демалып, күш жинаймыз, осындай уақытты өткереміз. Осы аптадағы ең негізгі бір атмосфера деп айтсам болады. Және бұл аптада бір жоғары, бір төмен энергиялар болады. Бірде көңілділік, бірде күш көп, бірде қайтадан жаңағы бір қарай аспектілері бар, адамдардың жаңағы шын пейілін білу, бір кішкене спектакльдер, ішінде бір күмән қызғаныштар болуы мүмкін, дүние мүліктер бөлісу туралы, бұндай сезімталдық уақытта өткізетін боламыз. Және естеріңізден шығармаңыздар. Қазір біз күн мен ай тұтылудың бір нәтижелерін көру уақытымыз. Сондықтан бұндай аралықта бір алдымызға бір 9 жылдық программалар келеді. Себебі аптаның соңына таман мына 4-і, 5-і болашақтың ғаламшарының аспектісі бар. Бұл да кармалық. Алдымызға бір 9 жылдығы, бір ойымызға бір идеялар келіп жатса, инсайттар келіп жатса, немесе өмірімізге бір оқиғалар келіп жатса, сол бізге әлі 9 жыл бойы өмірімізге келеді деген сөз. Бір өміріңізді өзгерткіңіз келеді, мүмкін бір көшіп кеткіңіз келеді, мүмкін бір жаңағы мамандығыңызды өзгерткіңіз келіп кетеді. Бір нәрсе жетіспей тұрғандай, бір нәрсені бір өзгерткіңіз келгендей бұл. Себебі бұл біртіндеп көріне бастайды. Себебі болашақтың ғаламшарының аспектісі. Себебі жаңа ғана айттым, кеше ғана күн мен ай тұтылуы болды. Бір ескі дүниенің өмірден кетіп, орнына жаңа дүниелер келу уақытымыз біздің. Мықты апта болсын баршаңызға, сау болыңыздар, сәттілігімен келсін. Және маған жазылушыларым, лайк басылушылар, маған жаңағы комментарий жазылушылар, баршаңызға рахметімді айтамын. Сау болыңыздар.